Баршаңызға сәлем достар. Бүгін тез әрі өте дәмді болып шығатын печенье дайындайтын боламыз. Дүкендігінен де асып түсетіндей. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле кетіңіз. Бізге қажеті ең алдымен бөлме температурасында жақсы еріп тұрған сары май. Көріп тұрғандарыңыздай лопаткамен осылай үстінен басқан кезде жақсы еріп тұр. Енді осының үстіне қант немесе сахарный пудраны қосамыз. Осылай лопатканың көмегімен бір жақсылап араластырып езіп алатын боламыз. Енді осы массамызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің аз жылдамдығынан бастап үлкен жылдамдығына дейін қосып жақсылап миксерлейміз. Біздің майымыз осындай ақшыл түске айналып 2-3 есе көтерілуі қажет. Майды миксерлеу уақыты бізде 3-4 минуттай миксерлейтін боламыз. Енді осы майымыздың үстіне жұмыртқаның 2 ағын сарысынан ажыратып алып, ағын қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Үстіне шым-шым тұз қосып, тағы да 1-2 минуттай миксерлейтін боламыз. Осылай жан-жағына жағып қалған майларымыздың барлығын лопатканың көмегімен осылай барлығын жиыстырамыз. Бізде осындай крем сияқты масса шығуы қажет. Енді осының үстіне ұнымызды бірнеше бөлікке салатын боламыз. Бірден барлығын салмаймыз. Міндетті түрде бөліп салуымыз қажет. Осылай ұнымызды азадан сала отырып, жақсылап миксерлеп отырамыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Осындай консистенцияда болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай қатықтың қоюлығындай болуы қажет. Міне осындай насадка алдым. Узор жақсы шығу үшін осындай кондитерлік мешок. Бұған жай целлофан келмейді. Міндетті түрде кондитерлік мешок болғаны дұрыс. Осы кондитерлік мешоктың ішіне насадкамызды салып, ішіне қамырымызды салып алатын боламыз. Менің кондитерлік мешогыма барлығы сыйып кетті. Енді осы мешогымыздың ұшын қайшымен қиып алып, насадкамызды төмен қарай түсіретін боламыз. Өзіміздің қолымызға ыңғайлы қылып ұстап, қазір противенге узорымызды жасап, печеньямызды дайындайтын боламыз. Міне осылай листімізді төсеп, оның үстіне пергамент қағазымызды қойып, формасын шығарып, печеньямызды дайындайтын боламыз. Мен осындай домалақ, гүл тәрізді жасадым формасын. Сіздер басқаша жасасаңыздар да болады, немесе басқа насадка салып жасасаңыздар да болады. Міне барлық печеньямыз дайын болды. Енді пешке пісіруге жіберетін боламыз. 12-15 минутқа 200 градуста пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньямыз дайын болды. Көп уақытта алмайтын, өте тез дайын болатын печеньялардың бір түрі. Және де көп продуктыны қажет етпейтін печенье. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма жазыла кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.